мен жақында Алматыға көшіп келдім осы қаңтар айында. Иә. Сосын квартира іздедім ғой енді. Квартира деген өте қиын. Сөйтіп енді мен семейный іздеймін де, и бүкіл квартиралардың астында сдается только семейным, с детьми нельзя дейді. Как раз сен семейденсің. Семейденсің ғой. Иә. Бірақ с детьми нельзя дейді да. Бағасы квартираның 600-500 мың да. Не үшін ондай баға десем, рядом садик и школа дейді да. Зачем маған ол садик мен школа, егер с детьми нельзя десе? Вот сол проблема шешіп беріңізші маған десе. Соны шешіп беріңдер, мен кете берейін. Иә. Все, қазір звондаймын. И андайда сен ол саған андай мотивация ғой, сен әйеліңмен анан кіру керексің да ол жерге. Жаңадан бала туу керек, короче, сол үйде. Новый ма? Ана балалар не істеймін, 2 қызым. Білмеймін. Өздері бөлек шықсын өздері. Бөлек шықсын ба? Бөлек Бірақ шықса. мен потом ойлаймын, мысалы, мен де өзім негізі біреудің баласымын ғой тоже. Иә. Может, мысалы, маған да запрет қойсын онда деген. Мен мысалы, ананы ойладым да, мысалы, баласыз тұрсан, например, иә. Бала тусақ квартирадан шығарып жібереді дейді да, бала тумай жүресің де. И бала болмаса сен үйде ішің пысады ғой. Ішің пысады. И может сен уже жаңа ішіп пысқаннан далбайып болып, өзінің обойларды бояп салуы мүмкін да. Конечно. Бала сияқты ғой. Құсып ұстап жан жаққа. Иә.